Сәлім өзіне өзі келіп, жан-жағына көз тоқтатты. Үйдің іші тап-тұйнақтай, тап-таза. Көлденең жатқан ештеңе жоқ. Соған қарағанда Қатира қарап отырмайды. Кешікпей шай да келді. Ал сөйле, бұл жақта қайдан жүрсің? Сені іздеп келдім. Сағынып қалдым десейші. Сағынғаны сол, сенсіз тұра алмайтынымды түсіндім. Қатираның кірпігіне мұң ілінді. Өзің жүдеп кетіпсің ғой, әлде келіннің күтпей ме? Олар жеген тамақты мен де жеймін, тек жалғыздық қажытып болды. Өткенде ауырып қалдым деген соң сенің айтқаныңнан шыға алмап едім. Бәрі бекер болыпты. Кім бұрын кетеді, бәрі Құдайдың қолында ғой. Басқа түскенді көріп алмаппын. Қазір денсаулығың қалай? Шүкір. 2 рет ауруханаға жатып шықтым. Басында жаман аурудың құрығына іліктім бе деп зәре-құтым қалмап еді, одан аман екенмін. Дәрісін ішіп, үй ішінде жүріп тұруға жарап қалдым. Жарайды, ауырма. Әлде менен құтылу үшін жасаған қулығың ба? Әй отағасы, сен де айтасың-ау, 10 жыл тұрдық. Маған сенен жақын кім бар еді? Балалардың өз қызықтары өздерінде, өзің қалайсың? Жалғыздықтың зардабын тартып жүрген жайым бар, жетіммін. Қайдағы жетімдік? 10 бала тәрбиелеп өсірген адам жетім бола ма? Солай ғой, бірақ заман өзгеріп кетті ғой. Бізді керек қылып жатқан бала жоқ. Бұл өзі тек менің басымдағы жағдай емес-ау деймін. Бара-бара бүкіл қоғам осындай дертке шалдыға ма деп қорқамын. Осындай ма, құбылмалы заман болады деп кім ойлаған? Мен өзім ата-анамның қасында болайын деп мектеп бітірген соң еш қайда ұмтылған жоқпын. 16 жасымда тракторды тізгендедім. Содан кейін зейнет демалысына шыққанша түскен жоқпын. Өзің де 40 жыл мұғалім болдым деуші едің ғой. Қазіргілерде ол жоқ. Таңертең бір жұмысқа кетсе, кешке басқа қызметке ауыстым деп келіп тұрады. Бірді айтып, бірге кеттім-ау, көп сөздің түғетері бірге тұрайық. Қатира өз қалағаны өзі сенбегендей, бұған тесіле қалыпты. Сәлден соң езуіне күлкі үйірілді. Өзің жұрт не деуші деп едің ғой, жұрт не дейді? Әлгі телевизордан көрсетіп жататын шетелдің ақшасын қайда шашарын білмейтін, еріккен байларының кебін киіп жүрмейік. Олар бүгін ажырасса, жарты жылдан кейін қайта қосылып, той жасап жатушы еді ғой. Күлкінің көкесі сонда болады. Ал жыды дейме, жынданды дейме, даңқымыз бүкіл елге жайылады. Жұрт не десе о десін. Мысыққа ойын керек, тышқанға өлім керек деуші ме еді? Қазір оны ойлайтын жайым жоқ. Келісіміңді бермесең, ертең тура қарттар үйіне тартамын. Қой, қайдағы жоқты айтпа. Қатира мына сөздерден шынында да шошып кетті. Аузына сөз түспей, басын төмен салбыратып, ұзақ отырды. Ойының ба десем, шындап барасың ғой. Қайдағы ойын? Сүйретіліп жүргенім болмаса тірі өлікпін. Мені аясаң, өтінішімді аяқ асты ете көрме. О баста да бізді Құдай қосқан шығар. Бірге тұрайық, не болса да бірге көрейік. Қатира үнсіз. Шай жайына қалды. Шынына келсе, өзінің де жағдайы оңып тұрған жоқ. Бұл да бір тірі жетім. Өткенде күйеу баласының біреуге, үйге алаңдамаймыз, тірі құлпымыз бар, деп жатқанын құлағы шалып қалған. Я, мұның да күні босағаға күзетумен өтіп жатыр. Шіркін, қасында өзіңді түсінетін, шүйіркелесіп сырласатын жан болғанға не жетсін? Қызық болды өзі. Балаларға не айтамыз? Балаларына сыймады деген сөзге қалатын болдық қой. Қатираның беті бері қарай бастаған, сезген Сәлім, суға кеткен тал қармайды дегендей бастырмалата жөнелді. Балалар іштен шыққан сұр жылан емес пе? Біздің айтқанымыздан шығып қайда барар дейсің? Айтайық, түсіндірейік, жалынайық, жалбыранайық. Аяғыма жығыл десең, жығылайын. Сенің бір ауыз сөзің.
Енді артынып-тартынып ешқайда бармаймын десең, оған да көндім. Осы ауылдағылар да қотарылып көшіп жатыр ғой, бос үйлер көп. Солардың бірін жалдайық. Сатып ал десең, сатып аламын. Қатира сөз таппағандай күлімсіреп, басын шайқай береді. Қызық болады-ау, қызық болды-ау. Сәлімнің екі көзі Қатирада. Әне міне иә дейтін сияқты. Сол сөз аузынан шыққанда жүрегі құрғыр сыр бермесе жарайды ғой. Расында да жүрегі дүрсілдеп, кеудесіне сыймай аузына тығылды. Сәлден соң көзінің алды бұлдырлап, астындағы орындығы теңселіп кеткенде болды. Одан әрі не болғаны есінде жоқ. Ол есін жиып көзін ашқанда, аяқ жағында отырған Қатираны көрді. Қатира? Я, менмін, қасыңда отырмын. Зәремізді алдың ғой, қозғалма. Дәрігер қозғалмасын деп кетті. Дәрігер? Қайдағы дәрігер? Мен қайда жатырмын? Үйдесің, алаңдама. Дәрігер бәрі жақсы болады. Жүйкесі жоғарған. Оған денсаулығына төніп тұрған қауіп жоқ деп айтып кетті. Қатира, үндеме. Не айтатыныңды білемін. Бәрі шешілді. Балалар қарсы емес. Мына көрші үй көптен бос тұр еді. Есімен келісіп жинастырып жатыр. Аманшылық болса, ертең сонда көшеміз. Жазылмыштан озмыш жоқ дейді ғой. Бұл да бір Алланың қалауымен болып жатқан шығар. Балалардың қасында болайық. Қатираның мына сөздеріне сенерін де, сезбесін де білмеген Сәлім сұлық жатыр. Осы сәтте құрғақшылықтан кесенесі кеуіп қалған жер сияқты көзінің алдын торлаған қатпар-қатпар әжім іздерімен бір тамшы жас төмен қарай домалай берді.